Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз 6 сыныптағы бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер тақырыбын әрі қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабағымыз біздің мәтінді есептерге арналған. Мен бұл мәтінді есептерге 2 сабақ жасайын деп тұрмын. Біріншісі А деңгейдегі есептерден, екінші В және С деңгейдегі есептерден. Біздің сабағымызды бастамас бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаймыз және лайк қойып, өздеріміздің пікірлерімізді қалдыруды есте сақтап отырайық. Қазір бірінші есебіміз бізде 784 есеп. Есепті әуелі оқу керек, жақсы түсініп алу керек. Екі санның қосындысы 21-ге тең. Екі еселенген бірінші сан екінші саннан 3-ке артық дейді. Бірінші санды табыңдар дейді. Бізде екі сан туралы айтып отыр. Сондықтан біз мына жерге былай жазып қояйық. Бірінші сан және екінші сан. Біз екі санның да қандай екенін білмейміз, бірақ екеуінің қосындысының 21 екенін біліп тұрмыз. Екеуін қосқан кезде 21 шығады қосындысынан. Қосындыны ішіне қояйын, екеуін қосқанда 21 шығады деп тұр. Біз бірінші санды x деп алайық. Онда екінші санды y деп басқа айнымалы белгілеудің қажеті жоқ. 21-ден x-ті алсақ, екінші сан шығады. Өйткені екеуінің қосындысы 21-ді беріп тұр ғой. Онда біріншісін x десек, екінші сан сол 21-ден x-ті алған болып табылады. Есепті әрі қарай тыңдаймыз. Егер екі еселенген бірінші сан дейді, яғни екі еселенген, мінекей мына бірінші сан, екі еселеп дейді, екіге көбейт деп тұр. Осы екі еселенген бірінші сан екінші саннан 3-ке артық дейді. Олай болатын болса, мінекей екі еселенген бірінші санға 3-ті қоссақ, біздегі екінші сан шығады дейді. Мінекей теңдеу құрдық, осы теңдеуді қазір шығарамыз. Өткендегі ереже бойынша теңдіктің сол жағына x айнымаларды жинап аламыз. 2x минус x теңдіктің сол жағына плюс x болып ауысады. 21 өзінің оң жағында плюс таңбасымен тұр. 3-ті қарама қарсы таңбамен теңдіктің оң жағына шығарамыз. 2x-қа x-ті қоссақ бізде 3x болады. Тең 21-ден 3-ті алсақ 18. Әрі қарай x-ті табу үшін 18-ді бөлеміз 3-ке. Сонда x тең болады бізде 6. Демек, бірінші сан бізде жауапта қанша екен? Жауабы дейміз. Бірінші сан 6 болады екен. Ал екінші сан 21-ден 6-ны алсақ 15. Міне біздегі есептің жауабы шықты. Келесі есеп бізде 785 есеп. Бірінші бассейнде 1600 куб метр, екінші бассейнде 1215 куб метр су бар дейді. Енді бізде екі бассейн туралы айтылып отыр балдар. Сондықтан біз екі бассейн мына жерге салып алайық символикалық түрде. Екі бассейн. Мына бірінші бассейн дейік, екінші бассейн. Бірінші бассейндегі су 1600 екен. 1600 куб метр. Екінші бассейнде 1215. Яғни екеуінде екі түрлі көлемдегі су бар. Қазір былай жасайды. Бірінші бассейнді тазарту үшін одан сағатына 65 куб метр су сыртқа шығарылады. Яғни мына бірінші бассейннен су сыртқа шығарылады. 65 куб метр сағатына. Бір сағатта 65 куб метр шығады. Ал екінші бассейнге құйылады екен. 45 куб метр су насоспен құйылады. Мынаған 45 куб метр су құйылады. Құйылады, мына жерде алынып отыр. Есеп айтады, бізге екі насос жұмысын бір уақытта бастаған кезде неше сағаттан кейін бассейндердегі судың көлемі теңеседі дейді. Яғни мына бассейнге неше сағатта су сыртқа ағатын болса, дәл сондай сағатта, дәл 3 сағат ақса, мынау да 3 сағат, 4 сағат болса 4 сағат деген, яғни уақыты бірдей екеуінде де. Онда екінші бассейнге неше сағатта 45 куб метр бір сағатқа құйылғанда, мына бірінші бассейннен неше сағат су ақса, екінші бассейнге де сонша сағат су құйылады дейді. Сол кездегі бассейннің деңгейі теңеседі дейді. Неше сағаттан кейін деп сұрап тұр бізден. Онда теңдеуді құрамыз 1600 алынып тұр ғой. Енді қараймыз, біз уақытты неше сағат екенін білмейміз. 3 сағат, 4 сағат. Сондықтан біз уақытты x деп алайық. Уақытымызды x деп неке. Мына белгілеп аламыз, ұмытпаймыз. Демек, 1600-ден алып тастаймыз.
1 сағатта 65 құйылса, онда ол x сағатта соншама құйылады екен. Мінекей, яғни алынады бірінші бассейннен. Ал екінші бассейннен 1215-ке құйылады 45, онда да x сағат. Ал кәдімгі теңдеуімізге келдік, ал теңдеуді шығаруға тырысайық. Енді біз былай жасайық. 1600, 1215-ті теңдіктің сол жағына шығарайық. 1215 тең 45x плюс 65x. Қазір енді 1600-дан 1215-ті алып тастаймыз. 385 шығады бізде. Тең 45x-ға плюс 65x-ті қоссақ 110x болады. Енді x-ті табу үшін 385-ті бөлеміз 110-ға. Сонда бізде шығады x тең 3,5. Мінекей бұл біздегі шығып отырған жауап 3,5 сағат. Яғни 3,5 сағат болған кезде екі бассейндегі судың деңгейі теңеседі екен. Келесі есеп бізде 787 есеп. Екі пойыз А станциясын бір-біріне қарама-қарсы бағытта жүріп, А станциясынан бірінші пойыз 70,5 км, екінші пойыз 56,175 км қашықтықта болды дейді. Яғни біздегі А нүктесі мына жерде тұрды деп есептейміз. Сол А нүктесінен екі жаққа қарай, яғни қарама-қарсы бағытқа қарай екі пойыз шығады. Олардың бірінші пойыз 70,5 км, яғни Адан мына жаққа В деп қойсақ 70,5 км жүреді екен. Адан Б-ға дейін жүрді. Ал екінші пойыз 56,175. Мынаны С деп қояйық. 56,175 км жол жүреді. Яғни ол асы ара қашықтығы деген сөз. Енді әрі қарай тыңдаймыз. Бірінші пойыз сағатына 57 км жылдамдықпен жүреді. Мінекей мына бірінші пойыз В1 деп қояйық. Бұл жылдамдығы 57 км сағат жылдамдықпен жүреді. Ал екінші пойыз 62,5 км жылдамдықпен жүреді екен. Енді есеп не сұрап тұр бізде? Неше сағаттан соң екі пойыздың А станциясының қашықтығы бірдей болады дейді. Яғни неше сағат жүрген кезде мына екі пойыздың ара қашықтығы, мына ара қашықтық пен мына ара қашықтық бірдей болады дейді. Соны есепте дейді. Ал жаңағы есебіміздегі сияқты уақытты бізде x деп аламыз. Неше сағат екенін біз білмейміз. Қазір теңдеу құрайық, былай бөліп қояйық. 70, мынау бастапқы мына жерге дейін келіп тұрған ара қашықтығы 70,5 қой. Соған қосамыз енді. Бір сағатта 57 км жүретін болса, неше сағат жол жүреді екен? Сол сағат бізде белгісіз x дейміз. Әрі қарай теңдік қоямыз да. Екінші ара қашықтығымыз бізде 56,175. Оған қосамыз 62,5 көбейтеміз және тағы да x километрді. Мінекей біздегі теңдеу құрылды. Әрі қарай теңдеуді шешуіміз қажет. Демек 70,5 56,175-ті теңдіктің сол жағына шығарамыз минус таңбаменен. Тең 62,5x минус 57x-тің өзі. Қазір 70,5-тен азайтамыз 56,175-ті. Сонда бізде шығады 13,175 тең. 62,5-тен азайтамыз 57-ні, бізде 5,5x шығады. Енді x-ті табамыз. X тең 13,175-ті бөлеміз 5,5-ке. 2,5. Мінекей шығып отырған жауап 2,5 сағат. Яғни, мына берілген есебіміздің жауабы 2,5 сағаттан кейін екі пойыз А нүктесінен қашықтығы бірдей болады екен. Қазір мынандай бір қызықты есепті қарастырамыз. 790 есеп. Қазір әкесі 34 жаста дейді, баласы 11 жаста. Мына жерге бала деп қояйық. Баласы 11-де, әкесі
34-те екен. Неше жылдан кейін дейді, әкесінің жасы баласының жасынан 2 есе артық болады дейді. Ал, мысалы, баласы 1 жас қосылса, онда әкесіне де 1 жас қосылады. Бала 12-ке келгенде әкесі 34-ке келеді. Бала 13-ке келсе, әкесі 35-ке келеді. Осылай қосыла береді. Сол қосылатын жылды біз неше жыл екен білмейміз, сондықтан екеуіне де қосылатын жылды бірдей x деп аламыз. Әр қарай 11 плюс x. Бұл баласының жасы ғой. Мынау баласының жасы, оған қосылатын жылы. Осы қай кезде 2 есе көп болады дейді? Неше жылдан кейін дейді. Яғни, сонда бізде 34 плюс x деп аламыз. Яғни, мынау баланың жасы x жыл қосылғаннан кейінгі, ал мынау әкесінің жасы x жыл қосылғаннан кейін. Сондай кездерде бір болады екен, баласының жасы әкесінің жасынан 2 есе кіші болады, немесе әкесі баласынан 2 есе үлкен болады. Ал мына теңдеуді шығарайық. Көбейтудің қосуға қарағандағы үлестірімділік заңы 11-ді 2-ке көбейтсек 22 плюс 2x тең 34 плюс x. Теңдеуді құрдық. Мінекей теңдеуді енді қарапайым теңдеуді шешуді бастаймыз. 2x-тан азайтамыз x-ті, 34-тен азайтамыз 22-ні. Минус таңбасымен шығады. 2x-тан x-ті аламыз бізде. 1x қалады, 1-ді жазбаймыз. 34-тен 12-ні алсақ, бізде қанша қалады? 12 қалады. Демек, жауабы 12 жылдан кейін баласының жасы әкесінің жасынан 2 есе кіші болады екен. Тексеріп көрейік, балалар, 11-ге 12-ні қосайық, яғни 12 жылдан деп тұр ғой. Сол кезде баланың жасы 11-ге 12-ні қоссақ 23-ке келеді. Мынау баласының жасы 23. Неке, мынау 23 баласының жасы. Ал әкесінің жасын көрейік. 34-ке қосамыз 12, яғни оғанда 12 жылдан кейін. 34-ке 12-ні қоссақ, бізде болады қанша? 46. 46 жас. Демек, 12 жылдан кейін бала 23-ке келеді екен, ал әкесі 46-ға келеді. Шынында да 23 мен 46 бір-бірінен 2 есе артық. 46, 23-тен 2 есе үлкен. Келесі есеп бізде 798. Екі санның қосындысы 348. Біз осындай ұқсас есепті шығардық. Сондықтан біз былай жасап аламыз. Екеуінің қосындысы 348 деп айтып тұр. Бірінші санды онда x деп аламыз. Екінші санды қалай белгілейміз дедік? 348-ден азайтамыз x-ті. Сонда біздегі екінші сан шығады. Әр қара есеп тыңдаймыз. Бірінші санның 80% дейді. Яғни 80%. Мынаның 80%. Бірінші санның. 80 санның пайызы деген сөз 80%-ды бөлшекпен жазсақ 100-ден 80 болады. Немесе 10-нан 8. Сонда 0,8 x деген сөз. Бірінші санның 80%, екінші саннан 6-ға кем дейді. Онда 348 минус x-тан азайтамыз 6-ны. Мінекей, мынау 80%, екінші саннан 6-ға кем деп отыр. Мінекей, енді теңдеуді шешіп шығарайық. Әрі қарай 0,8 x минус x плюс x болып теңдіктің сол жағына барады. 348-ден 6-ны аламыз, 342 қалады. 0,8-ге x-ті, 1x-ті қоссақ, 1,8 x болады тең 342. X тең 342-ні бөлеміз 1,8-ге. Әрі қарай 190. Демек, біздегі жауапта сұрап отырған бірінші сан, жауап нешеге тең екен? Бірінші сан 190-ға тең екен. Неге, құрметті оқушылар, біз бір айнымалы бар сызықты теңдеудегі мәтінді есептерден біршама есептер шығару жолын көрсеттік. Келесі сабақта бізде В және С деңгейдегі күрделірек есептерге арнайтын боламыз. Біздің сабақтарымызды жіберіп алмай, арнаға тіркеліп, өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше.